Аққайың ауданы Аралағаш ауылында жеңістің 70 жылдығына орай грек-рим күресінен облыстық турнир өтті. Аталмыш жарыс соғыс ардагері Аралағаш ауылының тұрғыны Әмірхан Мұқановтың құрметіне ұйымдастырылып отыр. Оған 4 аудан мен Петропавл қаласының жас палуандары қатысты. 90 жаста алқымдаған соғыс ардагері Аралағаш ауылының тұрғыны Әмірхан Мұқановтың құрметіне ұйымдастырылып отырған жарысқа Жамбыл, Мамлют, Қызылжар, Аққайың аудандары мен Петропавл қаласының 70-тен астам жас палуаны қатысты. Турнирдің ашылу салтанатында майданда қаза тапқандарды 1 минуттық үнсіздікпен еске алып, жас спортшылар ауыл ескерткішіне гүл себетін қойды. Жалпы жеңістің 70 жылдығына арнап мұндай сайыс өткізу жаттықтырушы Сұлтанғали Қайыржановтың идеясы. Осы турнирді өткізу ойымыз негізі алдыңғы жылдары осы аудандық көлемде өткіздік. Содан кейін осы жылдар біздің ауданымызда уже совет кезінен бері облыстық жарыстар өтпеген күрестен. Соны ойлап, ағалармен келісіп, ағаларын қолдау беріп, соны келісіп бастықтармен сөйлесіп, барлығы қолдау бергеннен кейін осы Аралағаш ауылында 70 жылдыққа орай және де осы соғыс ардагері осы ауылымыздың Мұқанов Әмірхан атамызға арнап осы турнирді өткізіп отырмыз. Жастардың ұсынысына қолдау білдіріп, мереке қарсаңында спорттық жарысты өткізуге мұрындық болып отырғандардың бірі кәсіпкер ардагердің ұлы Самархан Мұқанов. Әкем үшін мұндай ауқымды турнир өткізу менің перзенттік борышым дейді ол. Соғыстың 70 жылдығына арналып жатыр ғой, соның бәрі. Соның ішінде әкем Мұқанов Әмірхан сол соғыс ардагері, сол кісінің атынан жіберейік деп, мынау сыйлық, менің бар өз тренерлерді біз спонсорский бердік, енді солар бағасын солар әтсенде, біз олар мамандар ғой. Біз енді сол әкеміздің атынан елге көрсетейік, 70 жылдықты ел бірге тойласын деп сол жасап атқан неміз ғой. Бозкілемде 10-15 жасар палуандар шығып, бір-бірінен айласын асырып жатты. Ал спортқа аяқ басқанына бірнеше жыл болған жамбылдық Даниял Шакенов қарсыласын бірнеше секундтың ішінде тізе бүктірді. Кілемге шыққанда қарсыласым онша күшті деп ойламағанмын. Сосын оны жықтым. Ендігі жарыстарда жығам деп ойлаймын. Турнир нәтижесі бойынша жеңімпаздар медальдар мен кубоктарға және де бағалы сыйлықтарға ие болды. Самат Сапаралы, Азамат Жантурин, ақпарат.